Ассалаумағалейкум, Саят. Бүгінгі сіздің Рафаэль жауынгеріңіз үшін қуаныштымын, жеңіс үшін құттықтаймын. Бүгінгі турнир жайлы бір-екі ауыз айта кетсеңіз. Өте мықты, өте жақсы турнир өтті. Можно сказать, долгожданная победа, досрочная Рафаэля. Когда победа не решением, а вот так вот досрочно всегда. Эмоций больше, да? В сути, поэтому өте қуаныштымын. Больше ничего добавить. Бекзат Алмахан жайлы қойын. Бекзат Алмахан енді үшінші жеңілсек контракты бойынша соңғы жекпе-жегі десек те болады. Бірақ үш жекпе-жегінде өте қиын жігіттермен шықты, өте қиын болды. Енді оның болашақ жайлы не айтасыз? Әлі белгісіз, қазір білмеймін. Менің ойымша осы жекпе-жекті Бекзат ұтылған жоқ. Бірақ статистикада 3 поражения, да, қазір. Сондықтан көреміз, сөйлесеміз қазір. UFC матчмейкерлермен сөйлесеміз, сосын білеміз қандай. Мүмкіндік 50-50 десек бола ма? Қиындау болады. Бірақ сөйлесеміз, біз тырысамыз. Ал енді Асауалмаевтың жекпе-жегін көрдіңіз. Өте жарқын жекпе-жек болды. Енді сіздің жауынгеріңіз болмаса да, оның болашақ жайлы, чемпиондыққа жолы жайлы, сол жайлы айта кетсеңіз. Меніңше келесі Асудың жекпе-жек претендентский бой болу керек. Сосын уже чемпионский бой болады. Бірақ Асу қазір уже дайын. Чемпионский бойға шығуға уже дайын. Сосын тағы айтайын, жақында ғана Қазақстан UFC деген ақпарат шығып жүреді бұрыннан бері. Қазір Өзбекстан UFC дейтін ақпарат жиі естіп кеттік. Өзбек көршілеріміз қызғанғанымыз емес, бірақ біздің үмітіміз көбірек болып еді. Бұл мүмкін ба біздер жасау, әлде өзбектер кетіп қалды ма? Жоқ, әлі білмеймін. Қазір просто переговорный процесс. Тек Казахстан, Өзбекстан емес, Грузияда тоже все заинтересованы. Поэтому көреміз. Для UFC, когда такое большое желание с одного региона провести турнир, для них это плюс. Они выберут тех, кто больше заплатит, я думаю. Поэтому посмотрим. Мүмкіндігіміз бар, ақшалай болса, да? Мүмкіндік бар. Главное желание, главная поддержка и от государства, и от частного бизнеса. Арман Сарукян жайлы қоя кетсем. Арман Сарукян енді жекпе-жек кіммен өткізуі мүмкін, қалай болады? Я думаю, сейчас, учитывая, что Геджи еще не скоро вернется, самый логичный вариант для Армана это будет бой с Чарльзом Оливейрой. Возможно, даже за BMF пояс. Все, свободно.